Мунис аны үйді жасап жатыр қазір біздің үйден кетіп қалды. Біздің арқамызда қаншама объект алып жатыр. Мына жақтағы үйлердің мына үйді де, ана үйді де следующий екі үйді Мунис алып ремонтын жасайтын болып жатыр. Қазір енді мына жақта басқа строительдер жұмыс жасап жатқаннан кейін Мунис бұл жақта істеп жатқан жоқ. Үйдің айналасы қараңыздар, енді ендігі жолын сайын шығарады, асфальтты білмеймін, уже биылға уже не болып кетті, бірақ мына жерде уже брусчаткалар төселіп тұр. Сұмдық мына ремонт неге екен деп ойлап ішінен қандай фигура бар екенін көргілеріңіз келе ма? Мен капец артта кеткен ғой соңғы кездері. Но бірақ маған қатты артуға болмайды. Мен уже артататын өнімді ішпей жатырмын. Өйткені 27 қаңтар менде операция. Маған қатты арта кетсем, жыр ала алмай қалады. Маған попама жыр салу керек. Сол үшін ана күні мен қатты артағанға прям риза болып іше бергенмін ғой. Без вреда организмге прям мощно артады. Та-да-да-дам деп шубамды шешіп хочу показать свою фигуру. Реально қандай болғанымды. Қараңыздар. После родов я капец похудела. 81 килограмм болдым. Енді қараңыздар. Посмотрите. Қараңыздар. Бұйырса енді самый мынандай сложный жерлер қолдар ғой. Қолдардың өзі кәдімгідей ақтап бастады менде. Бірақ менен жырды қолымнан, ішімнен алып попама салады скоро операция жасаған кезде. Сол үшін маған енді бұдан артық артуға болмайды деді врачым. Деп қайта айналып қоймаған деп. Короче, бізде дегенде бота қардымаш деген ғой, сестренка. Сонымен сенің сестренкаңа донер алып беремін деп. Сонымен біз дальше бір жаққа қазір кету керекпіз. Сол үшін бір донерді екеуміз бөліп жейміз деп. Өзім төлеймін десем, жоқ мен төлеймін деп, короче. Келіп крутой болып кеткен, қасымыздағы екі объектіні алдым. Ақша бар ағаңда. Картасын көрдім, картасында 500 мыңы бар екен. 500 мыңнан көп. Сол не суға шайдырып жатыр, в общем, бүгін. Қазір базарға бара тұрған амны алуға. Сол. Одан кейін мына жақтың каркасын құрамыз. Бізде мына террасаның төбесі, в общем, открытый балкон болатын болды ғой мына жеріне. Тұрсыздар ғой. Осы жер открытый балкон болады. Крышамыз міне 2 уровеньмен жабылды. Көп кісілер, көп оқырмандарым мақтап жатыр. Жұмысын шетел мақтап жатыр. Көп таныстарым айтып жатыр, Аллаға шүкір. Иә, енді өзінің маман жасап жатыр жұмысты. Сол үшін жұмыс осылай әдемі жүріп жатыр. Сондықтан да естеріңізде болсын, үй салайын деп жатқан жандар, үй салдырып жатқан жандар барлығы істі өзінің маман істегені дұрыс, өзінің адам істегені дұрыс. Сонда ғана жұмыс дұрыс жағынан болады. Ал егер енді әркімге бір білетінге білмейтінге сете берсеңіздер, мен сияқты расход боласыздар. Енді бұл менен сіздерге бір не болсын, сабақ болсын, мен сіздерге сабақ болайын да. Сол үшін үй салам десеңіздер, өзінің нағыз маманы істетіңіздер ағайын. Ал міне үй жақтан сіздерге бір жалынды сәлем болсын, тағы да әдемілеп көрсетіп қояйын. Ауа райы деген енді ой керемет болып тұр. Ауа райы сондай тамаша. Неге десеңіздер, бүгін тәуелсіздік күні. Осыдан бірнеше жыл бұрын алаңға шығып жастарымыз еліміздің тәуелсіздігі үшін, қазақтың осындай әр таңы арайлап атсыншы деген ниетпен, қазақтың басшысы қазақ болсын деген ниетпен жүрек қазақ деп соққан барша біздің аға бауырларымыз алаңға шығып, осы біздің тәуелсіздігімізді алып берген болатын. Және сол тәуелсіздік құрбандарының ішінде Ербол Спатаев деген ағамыз бар. Ербол ағамыз біздің ауылдың адамы. Мен сол Ербол Спатаев атындағы орта мектептің түлегімін. Біздің ауылдың жігіті, біздің ауылдың ер азаматы. Біз сол кісімен мақтанамыз, өйткені желтоқсан құрбандарының арасында біздің еліміздің тәуелсіздігі үшін жаны қиған осындай бір керемет азаматтың бар екеніне мен өте қатты қуанамын. Сондай жерден, сондай мектептен түлеп ұшқан менің де жүрегім қазақ деп соғады, өздеріңіз білесіз. Өйткені қазақ айтады ғой, қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой, қазақ деген азақ қана, мәңгілік ай астында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана дейді. Сол қазаққа жанашыр болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болсын. Ең бастысы бейбітшілік болсыншы, аман болайық. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Исаев ауылынан сөйлеп тұрмыз. Үйлер көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Иә. Бізде бүгін жігіттер жұмыс жасап жатыр. Фронтонның каркасын уже құрып жатыр жігіттер. Бұйыртса, мына үйдің алды полный жабылады ғой бізде. Мына жерде фронтон болады. Мына жақтың барлығы полный жабылады.
Бізде мына жерде бір терезе болады, мына жерде бір терезе, үстінде бір терезе болады. Мына балқаш тұрған жер, в общем, стеклянный есік болады ғой. Бұл мансардтікі, в общем. Сол мансардқа деп арнайы стеклянный есікке заказ берейін деп жатырмыз. Есік, терезе, в общем, рамасы жоқ, құр стекло пакеттер болады, сондайға заказ береміз. Чтобы төбеден әдемі көріну үшін. А то рамасымен беретін болса, ол көрінбей қалады екен. Сол үшін жігіттер қазір есіктің каркасын құрып отыр, балқаш. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Осы есік. Баршаңызға Исаевтан жалын сәлем. Біз құдалықты аман-есен аяқтап үйге келдім жігіттерді алып кетуге. Бүгінгі жігіттердің жасаған жұмысын сіздерге көрсетейін. Әлі толық 100% біткен жоқ. Фронтон алды, бірақ бір 70% біткен екен. Соны сіздерге көрсетейін. Ақырындап үй шетел болып келе жатыр өзі. Ақырындап көрсеңіздер таң қаласыздар қазір. Мынаны қараңыздар. Міне балқаштың жасаған шедеврі. Бөлек па? Мына жерде терезе болады, мына жерде есік болады, мына жақ полный қапталады. Бірақ мына тұста тоже жоғарыда бір терезе болады. Өйткені лестницамен көтерілген кезде жарық болу үшін жасап жатырмыз ағайын. Мынаны қараңыздар. Шедевр ғой мынау. Мына балқаштың істеген қараңыздар. Вот, Аллаға саған шүкір. Осыны көруге асығып келдім ғой кәдімгідей. Қараңыздар. Қалай ровно шыққан.